Бүгін Қазэнерджидің арнайы гранттары мен шәкіртақылары техникалық жоғары оқу орындарында білім алған бір топ түлекке табыс етілді. Сондай Қазэнерджи қауымдастығы үйлестіру кеңесінің бүгінгі отырысында мұнай, газ және энергетика саласына маман даярлаудың тиімді әрі бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру мәселесін қызу талқылады. Үйлестіру кеңесі техникалық және кәсіби білімді жетілдіруге, осы салаға маман даярлайтын жоғары оқу орындарын басқарудың жаңа үлгілерін жасақтауға күш жұмсап келеді. Қауымдастық құрамына енетін бірқатар алпауыт кәсіпорында кәсіби біліктілікке баса мән берілуі заңдылық. Осы ретте Қазэнерджи қауымдастығы білім берудің арнайы бағдарламасын қолға алған. Самая главная задача это развитие. Кадр резервін жасақтаудың қаншалықты маңызды екенін жақсы білеміз. Шын мәнінде Қазақстан барлық сала бойынша алға жылжып келеді. Ауқымды кәсіпорындарда еңбек ету үшін адам оған дайын болу керек. Ол үшін әлбетте талапқа сай білім алу қажет. Қауымдастықтың бастамасымен арнайы бағдарлама бойынша білікті мамандар даярланып, дарынды жастарды бірлескен жобаларға тарту қарастырылып келеді. Бүгін осындай бір топ түлек қауымдастық басшысының қолынан қаржылай сыйлық алды. Ал жауапты азаматтар маман даярлау ісінің жаңаша бағытта дамып жатқанын айтады. Жұмыс берушімен халықаралық бағдарлама орталығы және стипендиант арасында үш тарапты келісім шарт қол қойылады. Сол келісім шарттың шеңберінде жұмыс беруші өз-өзіне біздің бағдарлама арқылы кадр дайындайды болашақта. Яғни қайтып келгенде оның жұмыс орны дайын болып тұрады. Яғни осындай мақсатты бағдарламалары кадр даярлау моделіне көшіп отырамыз. Осы жобаның болашақтағы магистрлерге және студенттерге көптеген көмегі бар. Оның себебі Қазақстанның болашақ ғылымына көп көмегі тигізді. Соңғы 5 жыл көлемінде техникалық жоғарғы оқу орындарында білім алған 500-ден астам озат түлек Қазэнерджидің арнайы гранттары мен шәкіртақыларына ие болған. Базаркүл Алтыншева, Қайсар Тұрлыбеков, Астана телеарнасы.